1940 жылы 5 қарашада алғаш көрермендерін қабылдап өз есігін ашты. Яғни музейдің алғашқы ашылған жылдарда бұл музейде енді бұрынғы жаңағы архивтік деректерге сүйенетін болсақ, небәрі 4 қызметкер қызмет атқарған. Оның ішінде музей басшысы және музейдің бір ғана маманы, ғылыми қызметкер, тазалықшы және күзетші, осындай 4 адам қызмет атқарған екен. Енді музейдің бұл алғашқы қызмет атқарған жылдарынан кейін көп ұзамай Ұлы Отан соғысы кезеңіне тап келді. Міне осы Ұлы Отан соғысының енді кезеңінде қиындықтар бұл музей ісінің, яғни музей жұмысының да өз кедергілерін келтірді деп айтуымызға болады. Себебі музейде жаңағы басшылық қызмет атқарған ер азаматтар болды, музей мамандары да ер азаматтар болды. Сол кездегі жаңағы құжаттарға қарап отырсақ, осы ер азаматтардың майданға аттануына байланысты, біздің өлкемізде мамандардың жетіспеушілігіне байланысты да көптеген кейбір жылдарда музейде басшысыз қалу, не болмаса мамансыз қалу кедергілері болғандығын көруге болады.